Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен жаппасай деп аталатын тағам дайындаймыз. Менімен бірге отбасыңызды құрамы қарапайым, жасалуы оңай, ерекше тағамдармен қуантудан шаршамаңыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Мен жасайтын тағамдар өте оңай және құрамы күнделікті үйден табылатын, қалтаңызды қақпайтын заттардан тұрады. Ең алдымен бір кесе суға бір жұмыртқа тұз салып араластырып, үстіне аз-аздан ұнымызды салып, мантының қамыры секілді қатты қамыр илеп шығамыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін жақсы жайылуы үшін тындырып қоямыз. Етімізді ұсақтап турап аламыз. Қызып тұрған майға етімізді салып, бетін жауып, еттің өзінің суы шығып, тартыламын дегенше сәбізді 4 бұрыштап турап, бір бас пиязды ұсақтап турап, қуырылып жатқан еттің үстіне салып, бетін жауып, пияз бен сәбізіміздің суы шығып, қуырыламын дегенше картопты ұсақтап турап, қазанға салып, дәміне қарай тұз бен бұрышты қосамыз. Мен қатырылған болгар бұрышын қостым. Егер сізде болгар бұрышы бар болса, қоссаңыз болады. Болгар бұрышын қосу міндетті емес. Егер сізде болып жатса, дәмі шығу үшін қоссаңыз болады. Суға 2 ас қасық томат салып, қуырылып жатқан подливке құямыз. Мен 3 кесе қайнаған су құйдым. Бағын жауып, астын баяу отқа қойдым. Салмамыз пісемін дегенше тынып тұрған қамырымызды жаюға ыңғайлы болу үшін мен 2-ге бөліп алдым. Ұн сеуіп, еттің қамырын жайғандай қалыңдықта жайып, бетіне сұйық май жағып, 4 бұрышты етіп кесіп, қайнап жатқан қазанның үстіне орналастырамыз. Қамырымыздың дәмі, түсі әдемі болуы үшін қасықтың көмегімен қамырымызға жағып шығамыз. 20 минут орташа отқа қамырымызды пісіріп аламыз. Тамағымыз дайын болды. Қамырды қысқыштың көмегімен ыдысымызға салып орналастырып, подлив салып, бетіне аскөк сеуіп, дастарханымызға ұсынамыз. Ішер асымыз адалынан болсын, ас болсын. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.